20 наурызға арналған күнделікті, нақты, сапалы жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты іскерлік қарым-қатынас үшін қолайлы күн. Әріптестермен, серіктестермен және клиенттермен әңгімелер жеңіл әрі нәтижелі өтеді. Сіз өз көзқарасыңызды сенімді түрде жеткізе аласыз. Тіпті бұрын сізбен жиі келіспейтіндер де бұл жолы сіздің дұрыс екеніңізді мойындайды. Мұны тиімді пайдаланыңыз. Егер басшылықпен немесе іскер серіктестермен маңызды мәселені талқылауды көптен бері ойлап жүрсеңіз, кейінге қалдырмаңыз. Сіздің дәлелдеріңіз салмақты естіледі, ал сабырлы сенімділік әңгімелесушілерге жақсы әсер қалдырады. Сүйікті адамыңызбен жақсы уақыт өткізу мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Бірге саяхат немесе жай ғана кешкі серуен екеуіңіздің көңіл-күйлеріңізді көтеріп, қарым-қатынастарыңызға жылулық пен жеңілдік қосады. Қызықты таныстықтар болуы мүмкін. Сізге бірден ұнайтын адаммен кездесуде ғажап емес. Бірақ асықпаңыз және сезімге беріліп кетпеңіз. Қарым-қатынас өз ағымымен дамыса, әлдеқайда үйлесімді болады. Күнді аздап көлеңкелейтін жалғыз нәрсе үлкен туыстардың мінез-құлқы. Олардың ескертулері мен кеңестері әрдайым жағымды бола бермейді. Жағдайды дауламай, түсіністікпен талқылауға тырысыңыз. Торпақ, бүгін істерге зейін қою әдеттегіден қиынырақ болады, сондықтан таныс тапсырмаларды орындау да күш талап етеді. Қателіктерден аулақ болу үшін асықпай, жұмысыңыздың нәтижесін қайта тексеріңіз. Егер маңызды шешімдерді кейінге қалдыруға мүмкіндік болса, солай жасауды ойластырыңыз. Жұмыста келіспеушіліктер болуы мүмкін. Әріптестермен және басшылықпен бірден келісімге келу оңай болмайды. Өзгенің пікірін жеке шабуыл ретінде қабылдамаңыз және ұзақ даулардан аулақ болыңыз. Сабырлы әрі сыпайы қарым-қатынас күрделі жағдайларда да ымыра табуға көмектеседі. Қаржы мәселесінде ерекше мұқият болыңыз. Асығыс шешім қабылдап, ақшадан айырылып қалу қаупі бар. Тіпті өте тартымды ұсыныс түссе де, асықпай, бәрін жақсылап ойлаңыз. Күннің екінші жартысында күтпеген кездесулер болуы мүмкін. Басында бұл сізге ұнамауы мүмкін, бірақ кейін бәрі жақсы болғанын түсінесіз. Егіздер сізді сәтті күн күтіп тұр. Таңертеңнен бастап бәрі жақсы бағытта дамып жатқанын байқайсыз, ал ішкі түйсігіңіз дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Жұмыс әдеттегіден жеңіл жүреді. Соңғы кезде айналысып жүрген істеріңізді сәтті аяқтап, нәтижесіне риза боласыз. Күтпеген жерден қызықты ұсыныстар түсуі мүмкін. Оларды бірден жоққа шығармаңыз. Мүмкін сіз көптен бері армандаған іске кірісуге мүмкіндік туар. Жаңа салада өзіңізді сынап көру, биді табыс көзіне айналдыру, есе мансапта өсу. Жақындарыңызбен қарым-қатынас қуантады. Қолдау қажет болса, бірден аласыз. Романтикалық кездесу керемет өтіп, жарқын эмоциялар сыйлайды. Ал жаңа қарым-қатынасқа ашық егіздер үшін жағымды таныстықтар болуы мүмкін. Шаян. Бүгін пайда болатын идеяларды елемей қалдырмаңыз. Олар бастапқыда тым батыл немесе ерекше көрінсе де. Барлығын жазып қойыңыз, кейін қайта оралғанда олардың қаншалықты құнды екенін көресіз. Жаңа жобаны бастауға да қолайлы күн. Бұрын толық түсінбеген нәрселерді тез меңгеріп табысқа жетесіз. Ескі таныстар мен одақтастардың қолдауы қуантады, ал кейбір шаяндар болашақта маңызды мақсаттарға жетуге көмектесетін жаңа пайдалы таныстықтар табады. Өмір салтын өзгертуге де жақсы уақыт. Егер зиянды әдеттен арылуды ойлап жүрсеңіз, бүгін алғашқы қадам жасаңыз. Бұл жолы өзгерістер жеңілірек өтеді. Жақындарыңыз да сізден үлгі алуы мүмкін. Арыстан, сезімге берілмеуге тырысыңыз. Бұл күн аса жайлы емес, және көптеген арыстандар әдеттегіден сезімтал болады. Ұсақ-түйек нәрселердің өзі ашуландыруы мүмкін. Айналаңыздағылар сіздің көңіл күйіңізді байқап, мазаламауға тырысады, кейбірі тіпті қашықтық сақтайды. Тіпті ең жақын адамдар да сақтықпен әрекет етеді. Мұны немқұрайлылық немесе реніш деп қабылдамаңыз, бұл сізге тыныштық беру ниеті. Жұмыста қиындықтар туындауы мүмкін. Үміт артқан келіссөздер кейінге қалдырылуы ықтимал. Бұған қатты уайымдамаңыз, бұл уақытша ғана кідіріс.
Қаржы жағынан да аздаған қиындықтар болуы мүмкін, сондықтан үлкен шығындар мен тәуекелді инвестициялардан бас тартқан жөн. Соған қарамастан күн жаман емес. Кедергілерді жеңуге болады, ал оларды еңсерген соң өзіңізге деген сеніміңіз артады. Кешке қарай жағдай жақсара бастайды, өмірдің қайта қалпына келіп жатқанын сезесіз. Бекеш, егер бірдеңе жоспар бойынша жүрмей қалса, бірден көңіліңіз түспесін. Иә, күн кейбір қиындықтар әкелуі мүмкін, бірақ сабыр мен ақылға жүгінетін адам оларды тез еңсереді. Күтпеген шығындар болуы ықтимал. Тіпті үнемшіл бикештердің өзіне бүгін қажетсіз зат сатып алу, немесе жақындарына қымбат сыйлық жасауға қарсы тұру қиын болады. Өз-өзіңізді қолға алып, өткінші эмоцияның әсерімен шешім қабылдамауға тырысыңыз. Жұмыста да қиындықтар туындауы мүмкін. Әдетте оңай орындалатын істер бүгін жалықтырып шаршатуы ықтимал. Сіз жиі алаңдап кейбір жағымсыз тапсырмаларды басқа біреуге жүктегіңіз келуі мүмкін. Бірақ ондай адам табыла қоймас, сондықтан істің сапалы орындалуын қаласаңыз, өз күшіңізге сенгеніңіз жөн. Маңызды адамдармен татулықты сақтауға тырысыңыз. Ортақ тіл табу оңай болмайды, кейде еңбегіңіз нәтижесі сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ берілмеңіз, бүгін қарым-қатынасты жақсарту үшін күш салу қажет. Таразы, бүгін сізге әдеттегіден көбірек сабыр мен өзіңізге деген көңіл бөлу қажет болады. Эмоциялық жағдай тұрақсыз болуы мүмкін, ұсақ қиындықтар мен өзгелердің сөздері сізге қаттырақ әсер етеді, ал кейбір адамдар әдейі жүйкеңізге тиюі мүмкін. Арандатуға ермеңіз. Өзіңізді ұстай білсеңіз, бәрін еңсересіз. Қаржы мәселесінде ерекше сақ болыңыз. Егер біреу күмәнді ұсыныс жасаса, немесе ақшаға байланысты көмек сұраса, бірден келіспеңіз. Материалдық шығындар болуы мүмкін, тіпті сіз оны бірден байқамауыңыз да ықтимал. Көңіл күйді спонтанды сатып алулар мен немесе қымбат көңіл көтерумен көтеруге тырыспаңыз. Есесіне, бұл күн өзіңізді жаңа қырынан ашатын істер үшін өте қолайлы. Егер бұрыннан шығармашылық бағытта өзіңізді сынап көргіңіз келсе, дәл қазір алғашқы қадам жасауға жақсы уақыт. Қиял мен өзін-өзі білдіруге мүмкіндік беретін кез келген іс сізге қуаныш сыйлап көңіліңізді көтереді. Тіпті бұрын байқамаған қабілеттеріңізді ашуыңыз мүмкін. Саршаян, сізге әдеттегі шеңберден шығып, мүлде жаңа нәрсе жасап көру, бұрын өте күрделі көрінген мәселелерді түсінгіңіз келеді. Ішкі түйсігіңізге құлақ асыңыз, ол сізді бұрын кейінге қалдырған әрекеттерге итермелеуі мүмкін. Көптеген саршаяндар жұмыста табысқа жетеді. Сізге серіктес немесе одақтас бола алатын адамдармен танысуыңыз мүмкін. Істер әдеттегіден көп болуы ықтимал, бірақ оларды қаншалықты оңай әрі жылдам атқара алатыныңызға таңқаласыз. Шаршаудан қорықпауға болады, әр шешілген мәселе сізге жаңа күш пен сенім береді. Жақындарыңызбен қарым-қатынас жылы әрі еркін өтеді, ал романтикалық кездесу ерекше әсер қалдырады. Бұрыннан қалыптасқан қарым-қатынасқа жаңалық енгізгіңіз келуі мүмкін, және оған мүмкіндік туады. Күннің екінші жартысында күтпеген сапар немесе бір жерге бару туралы ұсыныс түсуі мүмкін. Бас тартпаңыз, дәл осындай сәттер бұл күнді ерекше әрі есте қаларлық етеді. Мерген, бүгін бәрі ерекше сәтті өрбиді, және сіз мұны таңертеңнен ақ сезесіз. Өзіңізге деген сенімділік кез келген тапсырманы оңай әрі артық күш жұмсамай орындауға көмектеседі. Іскерлік келіссөздер мен кездесулер жақсы өтеді. Сіз нақты әрі сенімді сөйлейсіз, ал әңгімелесушілер мұқият тыңдап, сындарлы диалогқа дайын болады. Сіз бұрыннан құрмет тұтатын адамдармен бірге жұмыс істеу мүмкіндігі туындауы мүмкін. Мұндай мүмкіндікті жібермейсіз, және кейін өзіңізді талай рет мақтайсыз. Сапарлар сәтті өтеді дегенмен күткеніңізден сәл ұзаққа созылуы мүмкін. Соған қарамастан барлық жоспарланған істерді уақытында аяқтайсыз, сондықтан алаңдауға себеп болмайды. Кеш алғашқы кездесу үшін өте қолайлы. Ол керемет өтіп, екеуіңіздің де есіңізде ұзақ сақталады. Жылы атмосфера мен шынайы комплименттер көңілден шығады. Ал бұрыннан бірге жүрген мергендер де уақытты тамаша өткізеді, екеуіңізге де қызықты ортақ іс табылып, қарым-қатынасты жақындата түседі.
Тауешкі бұрын күрделі немесе ұзақ келісімді қажет ететін жұмыс мәселелері бүгін күтпеген жерден тез шешіледі. Әсіресе қаржы мен мүлікке қатысты істерде табысты боласыз, өйткені жағдайда анық көріп, дұрыс шешім қабылдайсыз. Жеке бизнесі бар тауешкілер өз позицияларын қалай нығайту керегін түсініп, жаңа бағытта алғашқы қадам жасайды. Сәттілік сіз жағында болады. Дегенмен бір маңызды жайтты есте сақтаңыз, жетістіктеріңіз туралы асығыс жарияламаңыз. Өз табыстарыңызды айтып, кейбір адамдардың қызғанышын оятуыңыз мүмкін. Бұл олардың сізге деген көзқарасын өзгертуі ықтимал. Ұстамдылық сізді қажетсіз қиындықтардан қорғайды. Жеке өмірде үйлесімділік сақталады. Жақындарыңызбен елеулі келіспеушіліктер болмайды. Қарым-қатынас тыныш әрі жағымды өтеді. Денсаулығыңыз да жақсы болады. Медициналық немесе алдын алу шараларын күннің екінші жартысында жасаған дұрыс. Су құйғыш жағдайды өзгертіп, бір жаққа барып, күнделікті бағыттан шыққыңыз келе ме? Бүгін оған мүмкіндік болады. Қала сыртына қысқа сапар, жаңа ауданға бару, немесе әдемі көшелермен серуендеу сізге жаңа әсер сыйлап, көңіліңізді сергітеді. Үлкен сапарға дайындалып жүргендер үшін де күн сәтті өтеді. Ұйымдастыру мәселелері оңай шешіліп, қажетті ақпарат тез табылады, ал жоспарлау сізге қуаныш әкеледі. Күнделікті істер ауыр көрінбейді, оларды тез әрі оңай орындайсыз. Қажет болса, достар мен жақындар бірден көмектеседі. Әсіресе таныс әйелдердің кеңесіне құлақ асқан жөн. Олардың көзқарасы дәл болып, сізге дұрыс шешім табуға көмектесуі мүмкін. Күннің екінші жартысы сатып алулар, келісімдер және қаржы мәселелерін шешуге қолайлы. Осы уақытта жағдайды дұрыс бағалап, тиімді шешім қабылдайсыз. Балықтар, бұл күн іскерлік салада өзгерістерге дайын адамдарға ерекше ұнайды. Егер жаңа жұмыс іздеуді немесе болашақ серіктеспен кездесуді жоспарлаған болсаңыз, кейінге қалдырмаңыз. Жағдай сәтті қалыптасады, сіз сенімді көрініп, қажет әсер қалдырасыз. Сөздеріңіз нанымды болады, ал әңгімелесуші диалогқа ашық келеді. Пайдалы таныстықтар болуы мүмкін. Бүгін кездескен адамдар тек жағымды сұхбаттасқаны емес, сонымен қатар істеріңізде сенімді көмекші бола алады. Кәсіби іс-шараларға қатысу, жетістіктеріңіз туралы айту мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Егер соңғы уақытта жақындарыңызбен арада түсінбеушіліктер болса, бүгін бәрін ретке келтіруге мүмкіндік туады. Әңгіме сабырлы әрі нәтижелі өтеді, ал табылған шешім бәріне ұнайды. Үйдегі атмосфера жылы әрі үйлесімді болады, және сіз жақындарыңызбен қарым-қатынастың нығайғанын сезесіз.